Сәлем достар, қалайсыздар? Амансыздар ма? Мақсатпен YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерді сатылымдағы 2 бөлмелі пәтермен таныстырғымыз келіп отыр. Астана қаласы, Алматы ауданы, Абылайхан даңғылы 5/2 мекен-жайы бойынша орналасқан, шаршы метрлігі 65/6. Бағасын міндетті түрде соңына тамын айта кетеміз. Енді достар, бірінші жалпы сіздерді локациямен таныстыра кетсек, мінекей менің артымда тұрған нысан, қазір әлі бейне камераны толыққанды қарататын боламын. Абылайхан даңғылы міне тікелей көріп тұрсыздар ғой. Мынау былай ұзыннан Абылайхан даңғылы жатыр. Астана қаласы, Алматы ауданы. Даусымыз енді толыққанды естілмей жатса айып етпесіздер, далада әжептәуір жел болып тұр. Абылайхан даңғылы көшесі әрмен баратта Кенесары бағанағы даңғылы көшесімен жалғасып кетеді. Мына Абылайхан даңғылы дегеніміз былайынан ұзыннан ұзақ кеткен. Күйшідинаға түссеңіздер болады, Майлина көшесіне түссеңіздер болады. Арғы жақта Бауыржан Момышұлы даңғылына түсіп кетсеңіздер болады. Жалпылама Астана қаласын тұрғылықты, халық шоғырланған, яғни мектебі бар, балабақшасы бар, бұрыннан бері ел жұрт тұрып келетқан аудандардың бірі. Тағы да айта кетемін. Далада әжептәуір бізде бүгін жел тұрып тұр, кеше күн суық болды, бүгін күн жылыды. Сондықтан кейбір жерде желмен даусымыз естілмей жатса айыпқа бұйырмассыздар. Қазір үйдің сыртын түсіре кетсем, мінекей достар, мынау үйдің сырты облицовочный кірпішпен әрленген. Мінекей қазір алды жағына қарай бара жатырмыз. Тағы да айта кетем, далада әжептәуір жел соғып тұр. Осы бейнероликтің астына өзімізді маманның нөмерін көрсете кететін боламыз. Сол кісіге хабарлассаңыздар болады. Мынау үйдің алды, яғни кіреберістері, мінекей достар. Қосымша балалар ойын алаңы бар. Балалар ойын алаңы жақында жөндеуден өткен ба, немесе жақында ба жасалғаны білініп тұр. Себебі достар қараңыздар, барлығы қандай әдемі күйінде тұр, жаңа краска екені көрініп тұр. Астана қаласында бір арнайы бағдарлама жүртті. Көптеген балалар ойын алаңдарын қалыпқа келтіру, ретке келтіру, мүмкін сол бағдарламаға кірген шығар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, талдарды қоршап, темірмен әдемілеп қойған. Мыналардың бәрі көрініп тұр, бағанағы құрал жабдықтардың көпшілігі жаңа екені. Ары кетсе 1-2 жыл бұрын орнатылған ағаш орындықтар есігінің алдында. Одан кейін міне тағы да балалар ойын алаңының ойындары, бағанағы құрал жабдықтары қосымша. Мына жерде бізде баскетбол алаңы тұр. Жер андай резеңкемен жасалынған, құлаған кезде балалар жарақат алмау үшін. Ал мынау кешке таман өздеріңіз көршілермен бірге шығып, күн жылынғаннан кейін әңгімелесіп отыратын орын. Мінекей достар, жалпы нысанды тамашалаңыздар. Осы нысанның біздегі сатылымдағы пәтер 8-ші қабатында орналасқан. Қазір подъездің көрсетем, лифтің көрсетем. Бірақ енді бағана үй егесінің жұбайын айту бойынша болашақта мүмкін лифттер ауса жатар дейді. Лифтің көрсетем, одан пәтерді де сіздерге көрсететін боламын. Үйдің жәнде одан кейін парк бар деп еді. Қазір мен сол жақты барып бір қарап бақылап қойықшы достар. Қараңыздар достар, бағана айта кеттім ғой, жақын манда парк бар екен деп. Мынау бағана тұрғын үй кешені біздегі сатылымдағы Мереке 1 деген. Енді міне осымен былайына тіке жүре беретін болсаңыздар, арғы жақта бір набережка тұрған секілдіші. Ол жақта барып өз көзімізден көріп қайтайық. Міне достар, набережка жаққа келдік. Арғы жақта андай воркаут площадкалар бар екен, спортпен айналысқанға. Қосымша мына жерде мінекей набережка. Әрмен қарай тағы да барып көрейік. Парк бар екен. Енді жалпы сіздер барлығын көріп, байқап, жан-жақты зерттеп барып үйді алсыншы деген ғой. Қазір барып көрсеміз, қандай площадкалар бар, не бар, тағы басқа. Міне достар, жақындадық. Мына жерде балалар ойын алаңы, үлкен кәдімгідей ойын алаңы екен. Жеріне резеңке, жарақат алып қалмау мақсатында. Одан кейін сол жақта бізде волейбол алаңы тұр. Міне, көрдіңіздер ме? Барлығы бұның көрініп тұр, енді жаңадан жасағанша. Ана жерде де бағанағы өздеріңіз жаттығу жасағанға арналған құрылғылар, футбол алаңы и баскетбол алаңы бар екен. Үлкен-үлкен.
қосымша мынандай кешке таман шығып отыратын арнайы орындықтар бар. Жердің бәрі тротуар. Шықтыңыздар, мысалы осыны шықтыңыздар да былай үйлеріңізге кірдіңіздер. Анау тұрған үй ғой. Үйден шықтыңыздар да осы паркта кешке таман қыдырып өздеріңіз қайттыңыздар. Жалпы Астананың былай оживленный дейді ғой. Оживленный аудандардың бірі ғой. Бұл жерден мысалға деймін да, Күйшідинамен тіке кетуге болады, Майлина кіріп кетуге болады, до конца бар Бауыржан Момышұлыға өтіп кетсеңіздер болады. Ал достар, қазір барып пәтер тамашалайтын боламыз. Нысан 2005 жылы соғылған, биогруп соққан. Қазіргі таңда толыққанды бағанақ сервис, BI сервис та өздері қадағалап тұрады. Барып қазір пәтер тамашалайық. Бісмілда. Мына мінекей кіреберіс. Кіреберістен кейін екінші есік бар. Бұл жалпы біздің Астана қаласының климатын ескеретін болсақ өте дұрыс шешім. Оң жағында осындай жылыту батареялары. Екі лифт. Үй бізде қанша қабатты еді? 16 қабатты үй. 16 қабаттың қазір 8-ші қабатына көтерілетін боламыз. Мінекей достар, енді нысан жалпы 2005 жылы соғылған. Сол кездерде қойылған лифттер болып тұр ғой бұл. Бірақ менің өзім жеке пікірім бойынша бағанақ осы жерде кісілер айта қалды. Болашақта лифтті ауыстыру мүмкіндігі қарастырылуда екен. Бірақ енді ол белгісіз, қашан ауыстырады, қалай ауыстырады, тағы да басқа дегендей. Қазір барып пәтерді тамашалайық. Ал біз қазір қабатқа көтерілдік. Оң жағында қараңыздар достар. Мына жақта бағанағы балконы бар екен. Подъездің өзінің. Міне. Қосымша дәл осы бағанағы сатылымдағы пәтердің кладовкасы бар. Міне достар, көрдіңіздер ме? Өздерінің жеке кладовкасы бар екен. Көп қабатты үйде өзінің кладовкасы. Міне достар, қазір сіздермен бірге барып пәтер тамашалайтын боламыз. Бір қабатта 1, 2, 3, 4, 5 пәтер. Бісмілда, көрек кеттік. Ал достар, мінекей мынау пәтерге кіреберіс. 2 бөлмелі пәтер. Қабырғалардың биіктігі 2-де 8, 65-те 6 шаршы метр үлкенділігі. Бағасы 25 миллион деуде. Бірақ хабарласыңыздар, мен кіреберісте сол жақта осында арнайы киім-кешек іліп қоятын шкаф бар. Одан кейін кіреберісте оңға қарай бұрылсаңыздар, бұл жерде бізде жуынатын бөлме. Жуынатын бөлмені ішіне кіріп көрсетіп жүрейін. Бірақ енді түсінікті ғой, мына жерінде ванна, қол жуатын. Одан кейін мынандай змейкасы да бар екен. Змейкасы бар ма, жоқ па деп тұрған едім. Әрмен қарай мына жерде санузел. Екеуі бөлек орналасқан. Мына қараңыздар достар. Бір әдемілігі бағанақ үйлердің кіреберісі шамалы үлкен да. Көрдіңіздер ме? Кіреберісі үлкен, жерінде ламинат. Кіреберістен оңға тіке кететін болсақ, бұл жерде бізде ас бөлмесі орналасқан. Мына ас бөлмесі жерінде ламинат. Кухонныйға жақын кафель төселінген. Балконы бар. Балконы қарап жеріңіздер. Бейметалды батареялар. Күн түседі екен мына жақтан. Қабырғалары бағанақ әктелген. Көрдіңіздер ғой? Қабырғалар әктелген. Одан кейін екінші бөлме бізде. Бұл үлкен бөлме. Достар. Оң жақта теледидар. Жері ламинат. Ламинаттың былайша жағдайы жақсы сияқты. Төбесі де әктелген. Сол жақта бізде бұл жерде шкаф тұрады. Сол жақта бұл жерде бізде шкаф тұрады. Әрмен қарай кеттік. Тіке жүретін болсақ, жатын бөлме. Ал бізде жатын бөлме. Жер ламинат. Мына жерде төсек тұр. Арғы жақта терезе. Терезелерінде андай арнайы қорғайтын не бар екені, решеткалар. Мына жерде шкаф. Сол достар. Нысан бойынша қандай да сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде бағанағы осы бейнероликте көрініп тұрған номерге хабарласыңыздар. Астана қаласы, Алматы ауданы. Толыққанды ақпарат сіздерге беретін боламыз. Хабарласыңыздар, қандай да сұрақ болса. Құжаттардың бәрі дұрыс, ипотекаға өтеді. Жақсы.